Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Сіздермен бүгін күнделікте қойылған БЖБ, ТЖБ-ның бағаларын, өзгерткен бағаларды қалай көру туралы айтып өтем. Көптеген әріптестерім сұрағандықтан, ол үшін сіздер күнделікке кіріп, менің мектебіме кіріп, сол жерден есептер дегенді басасыздар, және соңғы асты бетінде өзгертулер тарихы дегендегі журналды басасыздар. Сол кезде өзіңіздің сабақ беретін сыныптарыңыз шығады. Енді мен мына жерде қалаған бір сыныпты таңдап көрейін және өзімнің пәнімді. Міне бізге осындай деректер шықты. Егер бізде осындай деректердің ішінде БЖБ-ны өзгерткен болсақ, формативті бағаны өзгерткен болсақ, мына жерде ескі деген түрі тұрады, және мына жерде өзгертілген деп осы қызарып шығып тұрады. Сол сіздің бағаңызды өзгертілген туралы айтылып тұрады, және қызарып тұрады. Және қорытындылар дегенді бассаңыздар, бұл жерде де қай тоқсанда, қай уақытта өзгерткеніңіз туралы шығып тұрады. Әрекеттер деген жерде өзгертілді деген сөз шығып тұрады. Мына жерде ешқандай өзгерту болмағандықтан шығып тұрған жоқ, және ескі бағасы көрсетіліп тұрады. Өздеріңіз осылай әрбір іс-әрекетіңізді тексеріп көрсеңіздер болады. Егер осындай информациялар сіздерге қателеріңізге жарап жатқан болса, мен өте қуаныштымын. Менің каналыма тіркеліп, подписация жасап, қандай темаларда, қандай тақырыптарда видео түсіруді қалайсыздар, сол туралы жазып кетсеңіздер болады. Келесі сабағымда көріскенше сау саламат болыңыздар.